Сәлем баршаңызға. Бүгін мама жұмыстан келген соң біз далаға шықты. Мама Қуаныш екеуі менен бұрын шығып, өстіп качеляда отыр екен. Сосын мен далаға шықтым, өстіп бетіме күн түсіп тұр, аздап жел соққы қояды. Біздің дор осындай, қарақалыңыздар. Жалпы Қуаныш далаға шыққанды жақсы көреді, үйде тыныш отыра алмайды. Соны апасы екеуміз оны далаға шығаруға тырысамыз. Осылай жүреді, ары-бері шығып, не істерін білмей жүгіріп көгершін іздеп жүр. Көгершіндер жоқ, қуалайын десе. Содан кейін қой, Қуанышты алып Поганкаға барайық дедік апасы екеуміз. Келіп алдық та, үшеуміз бір шоколад алып ап, жеп отырмыз. Менікі чумка, маманікі озера, Қуаныштікі тоже чумка секілді, банановый шоколад. Соң Қуаныш келіп ойбай, мен шоколадымды алып алды. Ой деп мен ренжіп қалдым. Содан кейін осылай күшті фотоға түсіп алдық үшеуміз.